ортада бір мәселе бар, изначально на берегу бәрін келісіп алу деген. Бір ретте бір таныстарым келеді, ақша сұрайды, мен жоқ деп қайта жіберемін. Сөйтіп ол енді уайымдайсың, бауырларым, біреу ағам, біреу інім, бұрыннан танитын, жатақханада бірге тұрған. Сөйтіп ақша жоқ, звондаймын, бірнеше күннен таптыңдар ма деймін. Оның біреуінің анасы ауырады, біреуінің әкесі, анасында да рак бар, деген сияқты бір әйтеуір. Онда мен тұра тұрып бір басшымнан сұрап берейін деймін. Сөйтіп болды дейді, басшыма барып айтамын, осындай бір бауырларым бар еді, қарыз бере тұрайық. Ол енді кәсіпкер ғой, әбден күйіп неткен ғой, лақтырып кетсе не істейсің дейді. Мен от аламын әр жерде, қалай, в смысле лақтырып кеткенде, бауырларыма күмәнданып тұрсың ба не деген сияқты да. Жүріп қой, керек болса осы жақта өзім ақ қойып беремін деймін, қашып кетпеймін ғой деп, нотариально деген сияқты. сөйтіп соңында не керек, өзім қойып бердім расымен де. Соңында екеуінен де қайтпады. Маған сонда бауырларың лақтырып кетсеші деген кезде енді менде бір андай не туындайды да, андай сонда не доверие жоқ па не деген сияқты. Бірақ белгілі бір дәрежеде енді кәсіп болған соң ол жерде алдында айттыңыз ғой, біз ойбай ертең бөлініп кетеміз деген оймен емес. По факту адам болғаннан кейін әртүрлі ситуация болады. Ақша жоқ кезде бәріміз щедрыймыз ғой, жаңағы сіз айтқандай пайызды да бере бересің, ой брат мынандай ғой деп, но по факту жаңағы атып кетіп жатса, ол изначально келісілмеген болса, вот қызық сол кезде басталады.